Достар, сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен бірге өте керемет әрі диеталық салаттың рецептісімен бөлісейін деп жатырмын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоны толық қарауды ұмытпаңыздар. Құрамына керек заттар: 1 дана сәбіз, 1 дана қызылша қажет болады, укроп және салат жапырақтары, және оливковое масло, кориандр, сонымен қатар қырыққабат қажет болады. Құрамы өте оңай заттардан құралған. Ең алдымен 1 дана орташа болған сәбізімізді аламыз да, оның сыртын ашып, жақсылап тұрып, тазалап алатын боламыз. Содан соң үккіштен өткізіп алатын боламыз. Орташа болған 1 дана сәбізіміз жеткілікті болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көбірек жасағыларыңыз келсе, 2 немесе 3 дана сәбіз қолдануға да болады. Осылай үккіштің көмегімен барлығын өткізіп аламыз. Содан соң қырыққабатымызды аламыз да, оның да азырақ қана бөлігін алып, осылай видеода көргендеріңіздей өте жаңағыдай жіңішке етіп, пышақтың көмегімен турап алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздар өте жіңішке етіп туралған. Негізі біздің каналымызда қырыққабаттың пайдасы мен зияны туралы ақпарат берілген. Сол жерде өздеріңіз керекті мәліметтерді алсаңыздар болады. Қырыққабаттың қандай пайдасы бар, адам ағзасына қандай тигізетін пайдасы мен зияны туралы біле алатын боласыздар. Міне, ыдысымызға жаңағы турап алған қырыққабатымызды салып алатын боламыз. Содан соң барып қолымызбен шым-шым ғана тұзды саламыз да, азырақ қана бөлігін сосын қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Яғни жаңағы тұзымыз қырыққабатқа сосын сәбізге сіңіп тұру үшін жақсылап тұрып қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Содан соң барып укропымыздың кішкене ғана бөлігін аламыз да, оны да майдалап турап алатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша укропты қолдануға болады. Негізі қолдансаңыздар салаттарыңыз өте сәнді көрінетін болады. Туралған укроптарымызды жаңағыдай ыдысымызға салып алатын боламыз. Содан соң егерде сіздер салат жапырақтарын ұнататын болсаңыздар, оның кішкене ғана бөлігін аласыздар да, оны да жаңағыдай пышақтың көмегімен майдалап тұрып турап алатын боласыздар. Негізі салат жапырақтарын қосуға кеңес беремін. Өте пайдалы десек те болады. Осылай туралған бөліктерін ыдысымызға салып жайғастырып алатын боламыз. Содан соң барып шикідей болған 1 дана орташа қызылшамызды аламыз да, оны да үккіштен жақсылап тұрып өткізіп алатын боламыз. Бұл салаттың бір жақсы жері, ешқандай да қайнатпайсыздар, қуырмайсыздар да, жай ғана осылай шикідей ғана жасай салатын нағыз диеталық ПП салаттың рецептісі деуге де болады. Негізі өздеріңіз білетіндей қызылшаның пайдасы өте көп. Оны шикідей де қолдануға болады, және де қайнатып та қолдансаңыздар болады. Міне бізде барлығы дайын болды. Содан соң барып, оған дәмдеуіш ретінде мен кориандрды қолданған болатынмын. Иісі де өте керемет, хош иіс болып тұр. Содан соң барып 2 ас қасық оливковое маслоны қосып алатын боламыз. Және де қасықтың көмегімен жақсылап тұрып, барлығын бір-біріне сіңгенше жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Егерде сіздер арықтау процесінде болсаңыздар, осы салатты жасауға кеңес беремін. Аз ғана уақыт алатын, және де калориясы өте аз болатын, және де құрамы өте пайдалы витаминдерге толы салат деуге де болады. Және де барлығына ұсына берсеңіздер болады. Дастарханның сәнін келтіретін өте керемет салаттың рецептісі. Содан соң барып, тұзы егерде аз болса, оның үстіне шым-шым етіп тұзды да қосуға болады. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. 5 минутта жасалатын салат десек те болады. Себебі жасалу жолы өте оңай. Өздеріңіз видеода көрдіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Міне біздің салатымыз дайын болды. Біздің Ақтастырған YouTube каналына тіркелуді, лайк басуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі дәл осындай керемет рецепттермен танысатын боласыздар.